Бұл жоба еліміз үшін өте маңызды. Себебі және өндіріс орындары ашылып, жұмыс орындары көбейеді. Бұл ауыл аудандар үшін табыс, тұрақты жұмыс, болашаққа деген сенім береді. Өздеріңізге белгілі, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпті дамытуға ерекше көңіл бөліп отыр. Осы мақсатта үкімет инвесторларға жер, инфрақұрылым, салалық жеңілдіктерді беріп жатыр. Тек биылдың өзінде индустрия аймақтарда 180 жоба іске қосылып, 14 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Ақмола индустриялық аймағы соның жарқын мысалы. Қазіргі таңда мұнда 1,1 триллион теңгеге құрайтын 7 ірі жоба жүзеге асырылмақ. Бұл жобалар шамамен 5 мың адамға тұрақты жұмыс береді.